Ассалаумағалейкум. Түркістан облысына қатысты аудандар бүкіл, әсіресе Шардара ауданына үндеу жариялап отырмын. Үндеу, яғни өтініш бір жағынан. Оған дәлірек айтқанда, мына Алатау Батыр ауылы, Достық, Ағалтын, Қызылқұм ауылдарына өтініштерден, Байтоғай, Қожатоғай ауылдарына. Себебі мен сөзімді бастамас бұрын бейнеге назар аударыңыздар. Ауыл ел бесігі, оны сақтап қалу басты міндет. Бұл мәселенің нақты шешімі Сырдария үстінен көпір салу. Көпір іске қосылғанда тек Сүткенттің ғана емес, Шардара, Сарағаш, Келес және Арыс аудандарына қарасты шалғай ауылдардың да жаңа жұмыс орындары, инвестициялар, туризм мен агробизнес дамиды. Тұрғындардың өмір сапасы артады. Өздеріңіз көріп отырғандай, егер де осы көпір салынатын болса, көптеген біз мысалға қазір Сарағашқа бару үшін жүздеген шақырым жолды артық жүріп жатырмыз. Яғни жолымыз қысқарады біріншіден, экономикалық даму болады, қарым-қатынастар ауылдар арасындағы нығаяды. Көрдіңіздер ғой. Осы мақсатта салынып жатқан көпірге өз дауыстарыңызды беруді сұраймын. Дауыс беру қиын емес. Осы бейнетаспаның астында сілтеме болады, сол сілтемеге басу арқылы сіз өз күлішіңіз арқылы дауыс бересіз. Бір қиындығы компьютер арқылы беру керек, соткамен болмайды. Осындай кішкене қиындық тудырып қойған екен біздің өкімет басындағы адамдар. Біздің сауатымыз тексерейін дедім, или бұлар дауыс жинай алмайды дедім. Біз 22 мың дауыс жинасақ, яғни бұл көпір салынады деп ойлап отырмыз, міндетті түрде. Бұл жай сөз деп ойлап қалмаңыздар. Бұның біздің ауылымыздың әкімі егер де тек осы дауысты жинайтын болсақ, көпір салынуға 90%-дай мүмкіншілігіміз бар. Өкімет қолдайды, себебі дауыс жинайтын болсақ петицияға. Сол үшін сілтемені қоямыз, сол арқылы дауыс беріңіздер. Өтініш, жолымыз қысқарсын, ауылдарымыздың қарым-қатынасын нығайсын. Сіз қолдау білдіру арқылы, подписаться кнопкасын басу арқылы сіз ертеңгі ұрпағымыздың болашағына, ауылдардың қарым-қатынасына қосқан үлесіңіз деп біліңіз. Сол үшін тым құрыса ондай сауатым жоқ, мен оған уақытым жоқ дейтін болсаңыз, осы бейнені таратып қойыңыздар. Бүкіл ауылдар, бүкіл нелер көрсін. Біз 22 мың дауыс жинауымыз керек бір айдың ішінде. Қазір 1000-нан аса дауыс жинап қойдық біз. Байтоғай, Сүткент ауылдары. Бұл біздің Сүткент пен Байтоғайға ғана қатысы бар емес. Таратыңыздар өтініштерді.